Саламатсыздар ма балалар? Сабағымызды бастаймыз. 18-ші сабақ біздің жобамыз деп аталады балалар. Тақырып өзі солай. Балалар каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басап отырыңдар. Егер тіркеліп алсаңдар, келесі тапсырмалардың жауабы сендерге оңай табылатын болады. Ауызша сөйлеу кезіндегі қимыл мен ишара. Ауызша сөйлеу кезінде сөйлеуші айтар ойын, сезімін, көзқарасын, дауыс ырғағы, дауыс күшімен бірге қимыл мен ишара арқылы да жеткізе алады. Қас, ауыз, көздің көңіл күйге сәйкес өзгерісін бет бейнеден анық байқай аласың. Оған төмендегі тапсырмаларды орындау барысында көз жеткізесің. Бірінші, балалардың бет бейнесіне қандай өзгеріс болғанын тауып көр дейді балалар. Мына жақта смайликтерге қарайықшы. Бірінші баламыз не істеп тұр? Таң қалып тұр, иә? Екінші смайликте жылап тұр. Ал енді бұлардың көңіл күйіне не әсер етті екен? Кәні көрейік. Бірінші, сиқыршы бос шабаданға мысықты салып, қақпағын жапты. Біраздан кейін ашып еді, ішінен мысық емес, не шыққан екен? Күшік шыққан екен. Соған бізде смайликте а деп аузын ашып, таң қалып тұр. Екіншіде, бүгін Айгүлдің туған күні. Ол жап-жаңа көйлегін киіп далаға шықты. Есік алдында 2-3 бала доп ойнап жүр екен. Доп абайсызда Айгүлдің үстіне келіп дейді. Аппақ көйлегі сатпақ-сатпақ боп шыға келді дейді. Сол үшін біздің Айгүліміз не істеп тұр екен? Жылап тұр екен. Екінші, сен де өз нұсқаңды ойластырып, қуанған немесе ренжіген баланың жағдаятын құрастырып көр. Жұмысыңның нәтижесін сыныптастарың алдында қорға және бағала дейді. Тура жаңағыдай жағдаят ойластырып көрейік балалар. Кәні кеттік. Айдостың анасы дүкеннен жаңа доп алып беріп еді. Достарына ойнауға алып шыққан Айдос мақтанған еді. Кенеттен досы қаттырақ теуіп қалғанды. Доптан тарс еткен дыбыс шықты. Сөйтсе Айдостың добы жарылған екен дейді. Ал балалар, жаңа біздің ишара, бет әлпетіміздегі өзгерістер туралы айтты ғой. Қандай смайлик болады бұл жерде? Әрине, жаңа Айгүлдікінде жылап тұрған смайлик болады. Бұл бізде Айдостың добының, жап-жаңа добының жарылғаннан кейін көңіл күйі түсіп, жылап тұрған смайлигі болады балалар. Менің отбасым және достарым дейді. Бұл жақта мынандай сөздер бар екен балалар. Кәні бірге оқып шығайық. Қатаң, ұяң, үнді. Балалар, бұлар нелер? Дауыссыз дыбыстардың түрлері, е? Доп, добы, еңбек, еңбегі, сұрақ, сұрағы, риза, лебіз, кен, кең дейді. Балалар, не айырмашылық көріп тұрмыз бұл жерде? Доп дегенде п естіледі, п жазылады. Добы дегенде дыбысы жалғанған кезде п б-ға айналады екен. Бұл дыбыстық үндестік балалар. Еңбек дегенде к, деген дыбыс жалғанған кезде к г-ға айналады екен балалар. Еңбек, еңбегі. Сұрақ деген сөзге дыбысы жалғанған кезде сұрағы қ г-ға айналады екен. Риза деп жазылады. Бірақ біз айтқан кезде ырза болды деп айтамыз, е? Яғни айтылуы мен жазылуында өзгешелік бар сөздер. Лебіз дейді. Лебіз деп біз жазамыз. Лебіз, яғни бізде п естілуі мүмкін. Кен деп отырғанымыз балалар. Жердің астынан шығатын байлық, е? Кен қазды дейді ғой. Ал кең деп отырғанымыз ауқымы үлкен. Яғни мына киім саған кең болып қалыпты деген, үлкен деген мағынаны білдіреді балалар. Ары қарай, дауыссыз дыбыс деген не екенін есіме түсіремін. Дауыссыз дыбыс түрлерін
бағана кездескен бізге к әріптерінің жазылу емлесін, сөз басында келетін р әріптерінің жазылу емлесін, екі дауысты дыбыстың ортасында кездесетін ың әріптерін тасымалдау ерекшелігін білемін. Мәтінмен жұмыс істеуді, сөйлеуде және жазуда жіберілген қателерді табуды, түзетуді үйренемін дейді балалар. Бұл сендердің мақсаттарың болуға тиіс балалар. Осы қазақ тілі пәнінің өту барысында осы мақсаттарға қол жеткізулерің керек. Яғни дауыссыз дыбыстардың түрлерін, дауыссыз дыбыстардың мына б, к әріптерінің жазылуы, одан кейін р әріптерінің, ың әріптерінің тасымалдау ерекшеліктерін білемін дейді. Яғни осылардың барлығын қазақ тілі пәні барысында осы мақсаттарға жету керек болып тұр балалар. Егер осы мақсатқа жететін болсаңдар, сыныптың үлгілі оқушысы боласыңдар балалар. Балалар, сабақ ұнап жатса, каналға тіркеліп, қоңырау белгісін жазып, пікірлеріңді жаза отырыңдар балалар. Сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар балалар.